Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Математикалық анализ 1 курсындағы 5-ші тақырыпқа көшеміз. Функция, яғни негізгі қасиеттері. Осы жерде біздер бірнеше график қарастырамыз, бірнеше болғанда 2 график қарастырамыз. Сосын тағы да бір функцияны зерттейміз. 341-ші тапсырмада біздер графиктерді көбейту ережесін пайдалана отырып, мына x көбейтілген синус x функциясының графигін құруымыз керек. Байқап отырсаңыздар, x деп отқанымыз ол тақ функция, синус x та ол тақ функция. Демек, берілген функцияның графигі, берілген функция өзі жұп функция болып кетеді. Демек, графигі мына y осіне, яғни ординаталар осіне қарағанда симметрия болып келеді. Енді, осы графиктерді көбейту ережесінің мағынасы неде? Мен x функциясының графигін оңай сыза аламын, ол мына қызыл сызық болып тұр. Минус x-тің графигін оңай сыза аламын. Және синус x-тің тек қана 0, 1, минус 1 мәндерін қабылдайтын, яғни біздер оңай есептей алатын мәндерін пайдаланамыз. Сонда, x-ім 0-ге тең болса, онда нүкте координаталар басында. Мен мына сызбаның үстіне ешқандай нүкте қоя алмай отырмын. Міне, мынау біздің графиктің нүктесі болып тұр. Одан кейін, енді әрі қарай пи бөлінген 2 нүктесінде синус 1 деген мәнді қабылдайды. Демек, біздің графиктің нүктесі y тең x-тің бойында жатады. Мынау 1-ге айналып кетеді деп есептейік та, мынау x-тің бойында жатады. Одан кейін, енді мына жаққа келдік. 0 нүктесінде ол 0 болды, себебі синусым, пи нүктесінде ол 0 болды, себебі синусым 0-ге тең. Әрі қарай 3π бөлінген 2-де синус минус 1. Демек, біздің функцияның, біздің графиктің нүктесі минус x жөнінің бойында жатады. Мында жатыр. Одан кейін мында 0 тең 0. Ал әрі қарай мынау 2π-ге келіп қойдық па? Мынау 5π бөлінген 2-де синус тағы да 1 деген мәнді қабылдайды. Демек, график нүктесі мында жатады. Енді біздер осы нүктелер арқылы мынадай түрде график құруымыз керек. Мына суреттің үстінде графигім сызылмай тұр. Және ол графикті y осіне қарағанда симметриялы ауыстырамыз. Сондықтан мен сіздерге мынадай не болып шығатынын көрсетемін. Шынында да қараңыздар. X-ім 0-ге тең болғанда 0 болды. X-ім π бөлінген 2-ге тең болғанда біздің графиктің нүктесі y тең x жолының бойында жатады. X-ім тең π болғанда синусым 0-ге тең, сондықтан міне π нүктесінен өтті. Әрі қарай 3π бөлінген 2-де синусым теріс. Графиктің нүктесі минус x жолының бойында жатады. Және тағы сол сияқты өстіп, әрі қарай бізде кете береді. Байқап отырсаңыздар, бұл функция бізде шенелмеген функция. Себебі мен қандай да бір мынадай көлденең горизонталь сызықты алсам да, ол координаталар басынан өте алыс орналасқан болса да, бізде мына анықталу облысында кейбір нүктеден бастап функция бәрібір жаңағы біздер белгілеген сызықтан да үлкен мәндер қабылдайды. Сол себепті бұл шенелмеген функция. Бұл жұп функция, графигі y осіне қарағанда симметриялы болып тұр. Және келешекте сіздер асимптота деген ұғыммен кездесесіздер, онда y тең x пен y тең минус x былайша қарап отырсаңыздар, бұл функцияның графигі үшін асимптота болып тұр. Яғни кейбір нүктелерінде ол тура соған жақындайды. Енді 348-ге көшейік. 348-де біледі. Косинус x көбейтілген сигнум синус x дейді. Енді сигнум деп отқаным ол таңба. Яғни синус x-тің таңбасы. Яғни синус x оң не теріс болуына байланысты мына функция бізде не косинустың, не минус косинустың графигін қайталайды. Сондықтан біздер қызыл сызық ол косинустың графигі, 0-де 1 мәнін қабылдайды. Көк сызық ол минус косинустың графигі. Мен бүйтіп сәйкестендіріп жазып көрейін, бірақ жазғанның ешқайсысы сақталып жатқан жоқ. Көк сызық ол минус косинус. Бұған жазбай қояйық. Сосын біздер тағы да көмекші синус x-ті көріп қойдық. Синусым ол жасыл қисық. Енді синус 0-ден π-ге дейін 0-ден артық микрометр.
демек ол 0-ден артық болса сигнум синус x 1 деген мәнді қабылдайды. Яғни біздің функциямыздың графигі ол жай ғана косинус x-ті қайталайды 0-ден пиге дейін. Әрі қарай, енді әрі қарай алсақ, неужели мынау менде қазір өтпейді? Жасап көрейік. Әрі қарай, енді пиден 2 пиге дейін синусым теріс. Демек, оның таңбасы -1 болды. Онда біздер y-тен минус x функциясы, минус косинус x функциясын графигін аламыз. Мен қисық сызықты онша пайдаланамын отырмын. Мен бірақ бұлай жасаймын. Ctrl-G деймін. Яғни минус косинустың бойына мынада бір доғасы шықты. Одан кейін әрі қарай сол жағын қарастырсақ. Минус пиден 0-ге дейін синусым теріс. Демек, оның таңбасы -1. Біздер тағы да минус косинус x-тің графигін қайталамыз. Минус пиден 0-ге дейін осыны қайталап қойдық. Одан кейін, енді әрі қарай минус 2 пиден минус пиге дейін синус 10. Демек, біздің график косинустың бойында жатады. Ал косинусымыз бізде қисық, қызыл сызық. Онда мұна қызыл қисықты қайталаймыз. Демек, Ctrl-V деп қояйын. Мұна доғаны тағы да бұлай қарай орнына қойып қоямын. Сонда, сосын біздер тағы не көріп отырмыз? Бізде 0-ге айналатын нүктелер бар ғой. Қызылмен белгілейін оларды. Міне, 0 нүктесінде синус 0, сондықтан оның таңбасы 0. Әрі қарай, пи нүктесінде синус 0, сондықтан мынау да біздің графиктің нүктесі болады. Әрі қарай, мынау да біздің графиктің нүктесі болады. Мыналарды, мына нүктелер, яғни синусты 0-ге айналдыратын нүктелер, ол да біздің графиктің нүктелері болайын деп тұр. Және мына қисықтар мынадай түрде периодты болып қайталанады. Кішкене мына Word'да графический планшетпен жұмыс жасағанда бір суреттің үстіне нүкте салу қиындық тудырады екен. Салғандарын жоғалып кетіп отыр. Міне, өстіп сонда берілген функцияның графигі ол периодты болып шықты, яғни периодты функция болып тұр. Оның тек қана міне мынадай екі жағында бағыт көрсетіп қойған, мынадайды олардан беріліп тұр. Және байқап отырсаңыздар, бұл функцияның графигі бізде үзілісті функция болып тұр. Так, үзілісті басқа жағынан бұл функция қандай шенелген, себебі оның мәні бәрібір -1 мен 1-дің арасында орналасқан деп шенелген функция. Сосын бұл функция минус x-тен плюс x-тен анықталған функция болды. Және байқап отырсаңыздар, бұл функция бізде тағы тақ болып тұр, себебі координаталар басына қарағанда симметрия. Мына нүктеге қарағанда симметрия. Бұл тақ функция. Өстіп бұны аяқтап қойдық. Әрі қарай, енді мынадай бір есепті алыңыздар. Бұл жерде мына функцияның мына облыста дәл төменгі және дәл жоғарғы шекараларын табу керек. Енді бірінші біздер не байқаймыз? X-ің x-тен туғанда, плюс x-тен туғанда. Дұрыстап жазылса. Плюс x-тен туғанда бізде fx функциясының шегі неге тең болады?
мынауым шексіздікке ұмтылды, мынауым нөлге ұмтылды, демек плюс шексіздік болды. Демек функция жоғарыдан шенелмеген. Жоғарыдан шенелмеген болса, онда fx функциясының мына жиынды мен үлкен x деп белгілеп қойсам, үлкен x жиындағы дәл жоғарғы шекарасы бұл плюс шексіздік деп жазсақ болады. Енді басқа жағынан осы fx функциясында біздер келесі түрлендірулер жасайық. Мен ортақ бөлімге келтірейін. X-тің квадраты қосылған 1 бөлінген x деп. Сосын былай жасайын. 2x-ті азайтып, 2x-ті қосайын. Яғни мен алымында бір толық квадратты бөлу алып. Сонда алғашқы үшеуін топтасам, ол бізде x минус 1-дің квадраты қосылған 2x болып кетеді. Бөлінген x-ке. Ал ол тең 2x-ті x-ке бөлсем ол 2 қосу x минус 1-дің квадраты бөлінген x. Енді x минус 1-дің квадраты бөлінген x 0-ден артық x үшін әр уақытта 10 болып тұр. Сонда берілген функция мына x жиында, яғни 0-ден плюс x-ке дейін. Ол 2-ден артық не тең болады? Мына шама 10 болып тұр, сонда 2 ең аз екенін білеміз. Ал қандай нүктеде бұл функция 2 деген мәнді қабылдайды? 2 мәнін ол бір нүктесінде қабылдайды екен. Себебі мына бөлшек сол уақытта 0-ге теңеседі. Яғни осы жерден біздер мынадай қорытынды жасаймыз. Берілген функцияның дәл төменгі шекарасы x жиында, яғни 0-ден плюс x-ке дейін. Бұл 2-ге тең. Байқап отырсаңыздар, бұл функция өзінің анықталу облысында шенелмеген болып тұр. Ол дәл төменгі шекарасын қабылдайды, яғни анықталу облысында кейбір нүктеде дәл төменгі шекарасы болатын мәнді қабылдап тұр. Ал дәл жоғарғы шекарасын қабылдамайды. Себебі бізде ешбір жаңағы анықталу облысының ешбір нүктесінде функция плюс шексіздік мәнін қабылдай алмайды. Ол плюс шексіздікке ұмтылады, бірақ тура сол мәнді қабылдайды. Осымен бұл тақырыпқа байланысты есептерімізді аяқтадық. Көптеген мысалдар арқылы қарастыруға болады. Оны практика сабақтарында көресіздер.